Сәлем достар, баршаңызға сіздермен құралай. Сіздерге осындай 40 қабаттың көкөністермен мариновка түрін көрсететін боламын. Кез келген тағаммен үйлесімділігін тауып кететін тіске басардың бір түрі. Бұлайша да жесеңіздер болады. Барлық керек заттың бәрін осылай описание бөліміне қалдырдым. Достар, капустамызды осылай 4 бұрышты етіп ірі көлемде туралап аламыз. Менің арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Әрине, қызыл кемілдерімізді алып осылай екіге бөліп аламыз ортасынан. Ары қарай шыңғылдау тегенемізді алып, жаңағы кастрюлькамызды алып, ыдысымызды аз көк салып жібересіздер. Капустамызды саламыз. Капустаның үстінен чеснок, сарымсағымызды саламыз. Және болгар бұрышын, ащы кемілдарымызды, сәбізімізді саламыз. Осылай слойка ретінде саламыз. Қараңыздар, үстінен осылай рет-ретмен саламыз. Мариновканы алдын ала істеп қоямын. Қайнап тұрған суға, 1 литр суға 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық шекер саламын. Солай мариновкасын алдын ала дайындап қоямын. Осылай сельдерей салып жіберсеңіздер болады. Менде сушеный түрі бар. Осылай қайнап тұрған суға лавр жапырағын қосасыздар. Және сірке қышқылын қоссаңыздар болады. Менде яблочный уксус болған соң сірке қышқылын осылай қайнап тұрған судың үстінен қосып жібересіздер. Және қайнап тұрған судың үстіне мариновкамызға майымызды да ұмытып кетпеңіздер. Бәрін бірден қайнатып аласыздар. Бір қайнаған соң осылай жаңағы көкөністеріміздің үстінен салып шығасыздар. Міне қараңыздар. Бетін жауып, тұндырып 2 сағатқа қойып қоясыздар. Бөлме температурасында суыған соң банканы алып, осылай саласыздар. Ары қарай қараңыздар. Ретімен саламын. Міне, бірінші ас көгіміз кетті. Және әшіп переціміз, бұрышымыз кетті. Сәбізіміз, болгар бұрышымыз кетті. Көрдіңіздер ме? Қайтадан слойка ретінде осылай ас көгімізді үстінен жаңағы көкөністерімізді сала береміз. 40 қабатымызды. Міне, үстінен суымызды құямыз. Бұл жолы мариновкадағы судың бәрі кетпейді. 1 литр судың бәрі кетпейді. Менде 1 литр, 1,5 литр банкі болған соң жарты литрдей су кетті. Қараңыздар. Осылай құйып, бетін жауып, крышкасын тоңазытқышта келесі күні жейсіздер. 1 күн тұру керек. Сіңу керек. Мариновка өзін көкөністер бойына алу керек. Міне 1 күн өткеннен кейін міне ашып жатырмын. Кез келген тағаммен үйлесімділігін таба кететін тіске басар салаттың бір түрі десем болады. 40 қабатымыз қыртылдап, хрустящий болып шығады. Сәбізіміздің өзін жесеңіздер өте керемет. Достар, сіздерге кеңес беремін. Сразу 3-4 банкі шығатындай етіп әзірлесеңіздер болады.